Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Дене шынықтыру сабағы бойынша онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы тоғызқұмалақ ойыны және оның ережелері. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың арасында тоғызқұмалақ ойыны арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту. Тоғызқұмалақ ойыны жалпы ережелерімен таныстыру. Тоғызқұмалақ қазақтың ежелден келе жатқан ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада екі адамның арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 168 құмалақтан тұрады. Ойын ережесіне келетін болсақ, алғашқы жүріс бастаған ойыншы 9-шы отаудан бастауына болмайды. Басқа отаулардың кез келген бастап жүре беруіне еркі. Ойын барысы ат сұрау, тұздық алу жүрістерінен тұрады. Мына тапсырмаларға назар аударыңыздар. Тоғызқұмалақ ойыны қайда пайда болған? Тоғызқұмалақ ойында қанша құмалақпен ойнайды? Қанша отау бар? Қанша қазан болады? Ал балалар, берілген тапсырмаларды орындап, сонымен қоса тоғызқұмалақ ойынның шығу тарихы туралы эссе жазып жіберіңіздер.